Бұл жолы тәртіп сақшылары қызметтік қаруын емес, доп тебудегі шеберлігін сынға салды. Жасыл алаңда өткен тартысты бәсекеде командалар жеңіске деген жігерлерін танытты. Әр ойын қызу тартысқа толып, үздіктер финалдық кезеңде анықталды. Полиция департаментінің арнайы кәсіби даярлық басқармасының 10 жылдығына орай шағын футболдан жарыс турнир өтіп жатыр. Турниріміз өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Мына Ақтөбе облысынан полиция әрбір отделдардан, райондардан келіп қатысып жатыр. Чемпионаттың басты мақсаты полиция қызметкерлерінің арасында салауатты өмір салтын насихаттап, бұқаралық спортты дамыту. Бұл чемпионаттан іріктеуден өткен қызметкерлер Шымкент қаласында болатын Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ұйымдастырып жатқан чемпионатына қатысады. Бүгінгі қатысып жатқан спортшыларымызға сәттілік тілеймін. Тартысты бәсекенің қорытындысы бойынша үздік шыққандарға кубок, диплом және ақшалай сыйлық табысталды. Райгүл Еншібай, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.